Бұл елде үйсіздер аш қалмайды. Күн сайын оларға тегін тамақ, таза киім, тіпті жылы төсек беріледі. Мұнда арнайы орталықтар үйсіздерге толық күтім ұсынады. Тамақ, душ, медициналық көмек, психологиялық қолдау бәрі де тегін. Олардың басты мақсаты адамдарды қоғамға қайта бейімдеу, жаза емес, жанашырлық көрсету. Ал кейбір қалаларда тіпті арнайы жылы автобус жүреді. Қатты суық күндері көше адамдарына пана болуы үшін. Бұл нағыз адамгершілік үлгісі. Ел азаматтары мұндай көмекті мақтан тұтады, ал мемлекет оған ерекше көңіл бөледі. Бұл Дания мемлекеті. Әлемдегі ең дамыған елдердің бірі. Осындай жүйе бізде болса, қалай болар еді деп ойлайсыз? Пікіріңізді қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.